Қайырлы күн. Бүгін сіздермен ананасты әдемілеп турайтын боламыз. Ал біз бисмилля деп бастаймыз. Ананасты жуып, басын бұрап алып тастаймыз. Ананастың қағазында жазылған инструкция бойынша турайтын боламыз. Алдымен ұзыннан 4-ке бөлеміз. Ананастың ортасы қатты болады. Қатты жерін кесіп алып тастаймыз. Ананастың 2 шетін кесіп алып тастаймыз. Енді ананастың қабығын ішкі сары бөлігінен бөліп шығамыз. Ішкі сары бөлігін жіңішкелеп турап шығамыз. Туралған ананасты қабығына салып, зигзаг қылып орналастырамыз. Тура солай басқа бөлігін турап шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын.